Бүгінгі таза атамамыз, яғни темамыз лига сызығымен жалғанған екі тардағы ноталарында жалғанып жазылуы һәм олардың атқарылу тәртіптері және де нұқатылы ноталар, қайталау белгісі, реприза белгісі һәм де вольта белгілері hakkında бүгін осы hakkında темаларды үйренеміз бүгін сабағымызда. Енді класс жұмысымызды бастаймыз. Мысалда көріп тұрғандай бұл жерде үшінші һәм төртінші ноталарға лига сызығы жалғанған. Бұл жерде қандай ноталарға жалғанып тұрды? Бірінші тардағы ноталарымыз ре менен ми нотасына, ал позициядағы ноталарымыз лядан си нотасына жалғанып тұрды. Бұның атқарылу тәртібі бір иге саналатын нотаны өзінің тиісті дәсімен жерде береміз, ала береміз, екіге саналатын нотаны да дәсін аламыз, һәм де иге саналатын нотаға бармақты дәстеден көтермеген халда жылжыту арқылы кейінгі ноталарды аламыз. Бұл жерде бірінші тардағы нотамыз ре нотасынан ми нотасына жылжытады, позициядағы нотамыз және ля нотасынан си позициясына өзгереді. Бұл жерде атқарылу тәртібі қандай болады? Бір көріп жіберейік, соны шектеп көрейік. Ре ми қаттылау шертеміз. Соны санап шертейік. 1 и 2 и деп басып қоямыз. 1 и 2 и қаттылау және ана сенің жылыстағандағы лигасыздағы ноталардың ағанды естімей ақ жүреді. Қаттылау жылыз апамыз. Түсінді ғой, кейінгі оларды бекемдеу мақсатында Word программасы арқылы сұрау жауап өткереміз. Вольта белгісін табың. Қайсысы екен вольта белгісі қане? С бар жазылмасан. Тура. Кейінгі сұрауда айналдырамыз. Бұл нота нешеге саналады? Нұқаты нота тұрды. Бұл жерде қайсы нотаның жанында тұрды? Шерек нотаның жанында тұрды. Енді соның дұрыс вариантын табамыз нешеге саналатынын. 1 и 2-ге саналатығын 2-ге. Жалғас бүгінгі ашық сабағымызда өтілген темаларға, атамаларға түсіндік қой, осы бүгінгі сабағымызда өтілген темаларды үйде кітапта бар, сол кітаптан қарап, берілген бүгінгі сабақта өтілген темаларға арналған шынылар бар, мысалдары бар, соларды толық үйде шертіп, таяғанын келесі сабаққа таяғат береміз. Түсіндік қой, қайта береміз.